Баршаңызға сәлем, менің ардама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, ерекше ыстық салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болып, ардама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз мұнда етімізді жақсылап жуып тазалап аламыз да, осы етімізді ұзыншалап, әдемілеп, барлығын жақсылап турап шығамыз. Енді осы турап алған етіміздің үстіне соевый соусымызды құйып, араластырып, осы маринадтап осылай жарты сағатқа қойып қоямыз. Етіміз жақсы болып жұмсарғанша. Және де бізге мұнда көкөністер қажет болады. Бізге қажет мұнда кабачки, жуа және де болгар бұрышын жақсылап осы әдемілеп турап аламыз, әдемілеп видеодағыдай. Осы рецепттің толық нұсқасын осы видеоның астына описаниеда көре аласыздар. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығын осылай жақсылап жұқалап турап шығамыз. Жуамыз да тап солай үлкендеу қылып, қатты уақытамай турап шығамыз. Мына барлығын турап алдық. Ендігі табамызға шамалы аздап майымызды құйып, жақсылап барлығын 3-4 минут қуырып алатын боламыз. Бірінші кабачкиімізді қуырып аламыз. Ендігі болгар бұрышымен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Өте ерекше ыстық салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мұны барлығын қуырып алдық. Ендігі табамызға шамалы майымызды құйып, сұйық майымызды осы маринадтап қойған етімізді салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, қалауыңызша тағы да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Салып алдық. Ендігі шамалы қуырып, үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Барынша молынан құйған жақсы. Қазір бізге соус ретінде керек болады салатымызға. Қаласаңыздар, чеснок салып жіберсеңіздер болады. Енді осы етіміздің бетін жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Біздің етіміз піскенше, біз мұнда пекинский капустамызды үлкен кусоктармен бөліп кесіп алатын боламыз. Қатты уақытамай, орташа үлкендікте кесіп аламыз барлығын. Аны пекинский капустамыз кесіп алып дайындап, ендігі үстіне банаға көкөністерімізді қосамыз. Мұнда менде кабачки қуырылған және де болгар бұрышымен пиязымызды саламыз. Және де банаға етіміздің соусымен бірге қосып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің ыстық салатымыз дайын болды. Осы салатымызды енді тарелкамызға салатын боламыз. Барлығын жақсылап салып аламыз. Өте жылдам дайындалатын салаттардың бірі. Өте дәмді. Және де үстінен осылай кунжут сепсеңіздер болады әдемілік үшін. Достар, міндетті жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше ас болсын.